Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше әрі дәмі керемет картошка по-деревенски қосылған салаттың рецептімен бөлісемін. Бұл салатты келген қонағыңыз міндетті түрде тауысып жеп қояды және де сізден рецептін сұрайтын болады. Ендеше видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыз. Ең алдымен картошка по-деревенски жасап аламыз. Ол үшін көлемдері шамамен бірдей, орташа көлемдегі 5-6 картоп керек. Ол әр картопты 6 бөлікке бөліп аламыз. Сіз осы картошка по-деревенскиді салатқа немесе үйде кәдімгі тамақтың гарнир ретінде жасасаңыз да болады. Дәл осы рецепт бойынша өте дәмді болып шығады. Картоптарымызды турап дайындап алғаннан кейін бір сарымсақты, яғни чеснокты күштен өткізіп аламыз. Немесе кептірілген сарымсақ болса, жарты шай қасық қосамыз. Осы сарымсақтың үстіне жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық паприка және де 2 ас қасық сұйық май немесе осындай зәйтүн майын, оливковое масло қосып араластырамыз. Енді осыны біздің картопымыздың үстіне қойып, жақсылап барлық картопқа бірдей бір келкі жақсы боп жағылғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді осы картоптарымызды пергамент қағазының үстіне саламыз. Әрбір картоп бір-біріне тимей тұру үшін жақсылап бір келкі ғып барлығын орналастырып шығыңыз. Енді осы картопымызды 180-200 градус қызып тұрған пеште 40 минут пісіріп аламыз. Енді оған дейін тауық еттерін пісіріп аламыз. Ол үшін етімізді осылай жұқалап тураймыз және де кез келген дүкеннен осындай приправа тапсаңыз болады. Тауық етін ортасына салып пісіретін осындай арнайы қағаздар сатады. Сол қағаздардың ортасына етімізді жақсылап орналастырып шығамыз. Осы қағазға салынған етімізді май жағылмаған құп-құрғақ сковородкаға 2 жағынан 5-10 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Енді біздің салатқа қосатын соусымызды дайындайық. Ол үшін 3 ас қасық майонез керек. 2 ас қасық сұйық май немесе зәйтүн майын қоссаңыз өте дәмді болады. Және де жарты лимонның шырыны керек. Және бір чеснокты үкіштен өткізіп қосамыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатты араластыратын соусымыз дайын. Енді біздің салат жасайтын ыдысымызға салат жапырақтарын саламыз. Салат жапырақтарын қолмен үзіп қосқан дұрыс. Себебі пышақпен кесетін болсаңыз, сол пышақпен кескен жерлері сарғайып және де жапырақтардың дәмін қышқыл қылдырады. Сондықтан қолмен үзіп қосқан жақсы. Салат жапырақтарын турап дайындап алғаннан кейін бізге қызанақ керек. Осындай черри қызанағын қолдансаңыз болады. Сарысы міндетті емес, қызылын қоссаңыз да болады. Немесе жай ғана қызанақты осындай орташа көлемде кесіп қоссаңыз болады. Егер сізде черри қызанақтар болса, дәл осылай ортасынан бөліп, бір 15-20 штуктай керек. Соны біздің салат жапырақтарының үстіне саламыз. Және де біздің табада екі жағынан жақсылап пісірілген тауық етімізді дәл осылай қып-қызыл болып әдемі болып піседі. Тауық еттерін де ұсақтап турап
қосамыз. Осы уақытта біздің духовкадағы картоптарымыз да пісіп дайын болды. Өте жұп-жұмсақ болады, сырты қатты болып қатайып қалмайды. Осылай картоптарымызды да салаттың үстіне қосамыз, және де кішкентай пияздың жартысын өте жұқа етіп турап алыңыз. Мен осындай қызыл пияз қостым, ол міндетті емес. Кәдімгі ақ пияздың да жартысын ұсақтап, өте жіңішке етіп турап, салаттың үстіне саламыз. Енді осының барлығын біздің дайын тұрған соусымызбен жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің өте дәмді салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өзіңізге қонаққа қоятын болсаңыз, қонақтардың барлығына ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда сіздерді тағы да керемет рецепттермен қуантатын боламын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.